Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсүйгіш достарым? Мен сіздерге мына глоксиния гүлінің мынандай тәсілменен көбейту жолын көрсеткім келіп тұр. Бұл мен бірінші рет жасап отырмын, ойламаңыздар, үйретіп отыр деп. Мен өзімнің тәжірибеммен бөліскім келіп отыр, опытыммен. Міне мынаны январда мен былтырғы глоксинияларымды тұқымнан еккен, оны сіздерге көрсеттім, плейлистімде бар. Жаңа көп қабатты гүл атты деп сол глоксинияларымды ұйқыға жібердім. Жаңағы үстіндегі зеленый массасын алып, сарғайып, жаңа айтып жатырды ғой, соларын алып, мен астында картошкасын жаңағы ұйықтауға жібердімді. Содан кейін олар қазір енді тұрды, жапырақтарын беріп, даже бутон беріп жатыр, оны да көрсетермін. Бутон беріп жатыр. Енді соның бір жапырағын алып, мен мынандай жаңағы көбейту тәсіліне салып қойғам. Қазір енді мынау март бітті, апрельдің 3-і, соны қандай болып жатқан жағдайын көрсеткім келеді. Міне мынандай қылып мен салып, 4 бөлікке бөліп, мынандай қылып салып қойғам. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, міне жапырақ беріп тұр, және мынандай болып бас жағы сарғайып тілініп, енді мына жер тіліктердің ар жағынан картошкілер шығып жатыр. Картошкілер, енді сол картошкілерді меніңше егу керек сияқты. Міне картошкасы, міне астында картошкілері бар. Картошкілері бар, және мына жерінде тоже, мына етегінде, түбінде картошка беріп жатыр. Соларды егкім келіп тұр. Мынандай тепличкіма салып қойдым. Мен былтыр 6-ауы еккен, содан кішкентай клубнясынан жаңа деткісін берді ғой. Деткісін берген, сол деткісін салып қойдым. Міне, ол да міне шығып жатыр. Міне қандай деткісі. Енді осыны кішкене тепличкада ұстайым, өссін, сосын барып шығарам. Мұны жапырағын салып қойғам. Бұл да міне деткісін беріп жатыр. Бұны да егіп, жаңағы әзірлеп қойдым топырағымды. Қазір соны егем, қараймыз, және мынаны егіп едім, тоже жапырағын, мына жапырағы шіріп, енді бұның астында не бар екен қарау керек. Бұны да егіп көрейік, картошкасы бар ма, жоқ па, қарайын. Міне өздеріңіз көріп отқандай, міне картошка беріп жатыр. Мен мынандай қылып бірінші рет жасап отырмын. Енді осыны, даже біреу емес, бірнеше картошка бар сияқты мына жерде. Біреу емес, бірнеше картошка бар. Мынаны бүйтіп сындырып алсам ештеңе болмай ма екен? Мен де бірінші рет жасап отырмын. Ештеңеден қорықпай жасай беруге болады екен. Енді осыдан өсіп кетсе, оны да көрсетермін. Осыны егіп мен тепличкаға салып қойуым керек. Мынаны сындырып алсам, міне өзі түсті. Мынандай астында клубня шықты жапырақтың. Мені осыны егіп тепличкаға салып қойайын. Өздеріңіздің көздеріңізше. Мынау енді болды, бұл пайдаға аспайды. Нарықта қандай клубіне, ол бармайтын шығар. Енді мынаны қараймыз. Мынаны көрсетпесем. Мына басыңқыны. Міне тамыры қандай, басыңқысы қандай көрініп тұр. Мына осыны алып тастайын.
Спокойной ночи, спокойной ночи. Так, міне кішкентай клубнесі шығып тұр. Мынау астындағы деткісі шығып тұрған. Енді деткісін егейік. Деткісін егіп, мынаны. Міне. Бұны да ектік. Бұны да қазір секречкеге саламыз. Так. Мынаны көрсеттім. Так, енді мынаны қарайық. Мынаны бүйтіп көтеріп алғым келіп тұр, осыны. Мынау тамыр болып жабысып қалды ма, әлде астынан клубіне беріп тұр ма?